Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге ұрпақ тәрбиесі, мектеп пен отбасының ортақ миссиясы тақырыбындағы подкастымызға қош келдіңіздер. Бүгін біз Адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасы аясында отбасы мен мектептің бала тәрбиесіндегі ортақ жауапкершілігі туралы сөз қозғаймыз. Алғашқы қонағымыз Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері, ерен еңбегі медалінің иегері, ұзақ жыл білім саласында еңбек еткен, мектеп басшысы болған, қазіргі таңда математика пәнінің мұғалімі Смайлов Қайрат Құлыбекұлы. Қош келдіңіз. Сәлеметсіздер, қош келдік. Ендеше сұхбатымызды бастайық. Қайрат Құлыбекұлы, өз тәжірибеңізге сүйене отырып айтыңызшы, адал азамат тәрбиесі ең алдымен отбасында қалай қалыптасуы керек деп ойлайсыз? Өзі Қазақстан Республикасының қабылданған бағдарламасы бар. Адал азамат біртұтас тәрбие деген. Бұл жердегі негізгі мақсат қазіргі уақытта тәрбиелі де, білімді, елімізді келешек басқаратын азаматтар адал және парасатты ұрпақ тәрбиелеу негізгі мақсаты. Енді отбасындағы тәрбие дейді, әрине ең бірінші тәрбие бұл өз отбасынан басталады. Бала дүниеге келгеннен бастап, сол бірінші күннен бастап сол балаға құлағына баяғы атамыз бен әжемізден әлдилеген әндермен отырып, соны келешекте өзінің баласыны жақсы азамат болып өсуіне сол ойлаймын. Ең бастысы бірінші тәрбие ол отбасы. Отбасынан басталады. Жақсы. Бүгінгі ата-аналардың баланың адалдыққа, жауапкершілікке тәрбиелеудегі басты міндеті қандай? Қандай қателіктер жиі кездеседі? Өте жақсы сұрақ. Бүгінгі таңда әрине ата-аналардың жіберіп жатқан енді қателіктері бәрі бірдей деп айта алмаймыз. Бірақ та өздерінің жіберіп жатқан қателіктері ол баласымен күнделікті бір дастархан басында отырып, бір күнгі өздерінің атқарған істері туралы, алдағы жоспарлар туралы сұхбат құрып отырса, бала жақсы болар еді. Қазіргі көптеген ата-аналар баласымен ашық сөйлесе алмайды. Сол ашық сөйлеспегеннен кейін отбасындағы жіберіп алған тәрбиеден қателіктеріміз. Бала өзі қазіргі уақытта 3 түрлі тәрбиеленіп жатыр. Біреуі мектепте бір тәрбие алып жатса, отбасында бір тәрбие, бала сыртта бір тәрбие. Яғни 3 жерде 3 түрлі бала ортада жүр. Сол ортадағы тәрбиені бәрін тұтас бір жерге қоятын ол отбасы. Өйткені қазіргі таңдағы балалардың біздің өзі жақсы бұрынғы ата әжелеріміз болды, әке шешелеріміз кешкі уақытта бір дастархан басында отырып, өзімізді мысалы алдағы уақыттағы не істейміз деген бір жоспарлары болады. Күнделікті бүгін не атқардық, қандай мектепте қандай қызықты іс-шаралар болды, жұмысында мысалы әкесінің, анасының, әйтпесе бір өздерінің туған туыстарына қандай бір жақсылықтар, жақсы бір іс-шаралар өтті, соны әңгімелеп отырса, бала ол жақсы бір тәрбие алар еді. Біздің жіберіп жатқан қателігіміз көбіндегі ата-аналарымыздың балалармен сұхбатты жүргізбеуі. Жақсы жауап. Сіздің ойыңызша үлкенді құрметтеу мен сыйластық баланың азаматтық мінезінің қалыптасуына қалай әсер етеді? Үлкенді құрметтеу. Біз өзі қазақ тәрбиесінде, өзіміз ұлттық тәрбиемізде айтар едім, үлкенді сыйлап өткен азаматтарымыз. Өйткені үлкен сыйлау, ол үлкенді құрметтеу деген келешек балаға жақсы бір тәрбиені қалыптастырады. Өйткені сол бала ертең ол да үлкен болады, ол да үлкен азамат болады. Сол уақытта өздерінің жаңағы мынау ата-ананың, атадан, анадан не көрсең, әкеден алдына сол келеді дейді ғой. Сондықтан да біз үлкенді сыйлап осыны өткізсек, ол да тағы да айтар едім, үлкен сыйлау, құрметтеу үйдегі ата-анаға байланысты. Мен күнделікті мысалы өмірде өзім көріп жүріп, мынау далада үйге жұмысқа бара жатқанда, келе жатқан уақытта мысалы қоғамдық көліктерде жүремін. Сонда қоғамдық көліктерде кейде үлкен кісілер түрегеліп тұрады да, балалар отырады. Ал енді балалармен қоса сол жерде ата-анасы қоса отырады. Ал енді ата-анасы анау орнынан тұр балаға, мына үлкен кісі ғой, отыр десе, ол да бір тәрбиеленеді. Кейде бір орынды бер десек, ата-анасы ол балаға арналған орын деп, орынды бермей баласы отырғызып қоятын жағдайлар болады. Ертең сол алған тәрбиеден
бала қандай тәрбиелеп болады. Үлкенді құрметтеу, үлкенді сыйлау, өзінен жасы үлкенді құрметтеп отыру, ол соның бәрі үйде алған тәлім, тәрбие. Ата әженің тәрбиесі, әке шешенің тәрбиесі. Өйткені кез келген ұрпақ ертең ол да үлкен болады, ол да құрметті. Сол уақытта артында өсіп келе жатқан бала өзінің үлкеннен не көрді, соны істейді. Жақсы. Қазіргі таңда ұлттық киім мен ұлттық стильді күнделікті өмірде, әсіресе мектеп ортасында насихаттаудың маңызы неде? Вот міне өте жақсы сұрақ болды. Ұлттық киімді бұл біздің өзіміздің ұлттық кәдімгі бір жақсы бір нысанымыз. Мысалы, ұлттық киімде үлкен тәрбие жатыр. Біздің өзі Қазақстан Республикасының, қазақ еліміздің азаматтары деген өзінің қай ұлтқа барсақ та өзінің бір нышандары болады ғой. Біздің де мысалы ұлттық киіміміз сондай бір нышанның әсері. Осы таяуда Сәтпаев қаласының әкімшілігінде үлкен жиналыс болды. Сол жиналыста Сәтпаев қаласының әкімі әрбір дүйсенбі мемлекеттік қызметкерлердің бәріне ұлттық киіммен келесіздер деді. Мемлекеттік қызметкерлердің бәріне, яғни және айтты, бізді қолдайтын осы мекемелер болса, біз өте қуаныштымыз еді. Өйткені ұлттық киімді, ол біздің өзіміздің ұлт екенімізді, соның жаңағы өсіп қандай сонда жатқан мағына жатқандығы, ол бір тағы үлкен тәрбие. Сол себепті мен айтар едім, бізде осы, сіздер қазіргі уақытта мектеп парламентістер осыны жаңағы Сәтпаев қаласының әкімінің өзінің жасаған ұсынысын бізде қолдап, дүйсенбі сайын мұғалімнен бастап осы мектептің әрбір қызметкері ұлттық киіммен келуді қалыптастырсақ, біздің сонда өзіміз ұлтқа деген сыйластығымыз болады. Өте керемет. Баланың еңбекқорлыққа баулу отбасында қандай қарапайым дағдылардан басталуы тиіс? Өз тәжірибеңізден мысал келтірсеңіз. Өз тәжірибемізде мысал, бізде бала болдық, бізде жақсы осы үлкен еңбек араластық. Баланы тәрбиелейтін де еңбекке жетелейтін ол жастайынан басталады. Абай атамыз айтқан жоқ па? 7 жасқа дейін баланы еркелет, 7-тен 15-ке дейін баланы жұмса, құл қыл дейді. Яғни құл болғанда оны құл қылып жұмса деген емес, әртүрлі еңбекке тәрбиеле деген сөз. 15 жастан кейін баладан ақыл сұра дейді. Біз қазір балаларды, мысалы сол еңбекке тәрбиелеуден жіберіп жатқан қателіктеріміз көп. Біздің кезіміз өз тәжірибемізде ауыл болды, ауылға шықтық, мал бақтық, малдың кезегіне бардық, енді от жақтық, жаңағындай әртүрлі ауыл шаруашылығының жұмыстарымен еңбектендік. Тіпті болмаса өз үйімізді есік алдын қар тазалау жазды күндері, қысты күндері, жазды күндері мысалы көкөністер салу әртүрлі, оның балаға өздерінің еңбекке деген бір жақсы қасиеті тәрбиеге, оның үстіне баланың шынығуына да бір жақсы әсер етеді. Қазіргі уақытта балаларды қарап отырсақ, енді әрине 21-ші ғасыр дейміз, бұрынғыдай от жақпайды, бұрынғыдай су тасымайды, бәрі келіп тұрған нәрсе, бірақ жай ғана бір нәрсенің өзі, сол өзінің айтады ғой, мысалы кейбірде балалардың өзі үйіндегі қоқыс шығарудың өзі, ол да үлкен бір тәрбиенің біреуі. Қоқыс шығарып, апарып кәдімгі қоқысты белгіленген орынға тастаса, ол да бір тәрбие болар еді. Қаламыз таза болар еді, таза Қазақстан деп жатырмыз. Ең болмаса, әрбір бала өзінің есіктің алдындағы мысалы бір қар жауған уақытта, тағы да бір басқа жағдайларда өзінің жаңағы есігін алдын, өзінің жаңағы подъездерін алдын, есіктерін алдын тазалап, қарап, соны атана айтып отырса, баланың келешекке деген еңбекке де бір қабілеті жақсы болар еді. Қазіргі балалар мысалы дайын жұмысқа, жиенің жұмысқа қарай, бәрі қашат соғын қарай. Ал еңбекпен өспеген бала, ертең ол алда ер азамат болған уақытта, әйтпесе үлкен жаңа еңбекке араласқан уақытта, сосын еңбектен қашатындар сол. Неге қазір мысалы ол балалардың көбіне мына әскерден қашып жүретіні, мен айтамын, сол еңбекке баулымаудың кесірі деп ойлаймын.
Ұзақ жыл мектеп басшысы болып, қазір ұстаздық қызмет атқарып келе жатқан азамат ретінде мектеп пен отбасының бірлігін күшейту үшін ата-анаға қандай нақты кеңес берер едіңіз? Ата-анаға жақсы кеңес. Мені ұстаздардың ұстазы болған, осы өзім сол кісіден тәлім тәрбие алған, алғашқы осы мектепке ұстаздық жолға осы келгеннен бастап, келешек сенің қолынан осы мектеп басқару келеді деп, өзінің ақылын айтып, өзінің тәлім тәрбиесінен берген тәжірибесінен әдістемелік көмек көрсетіп жүрген ұстазымыз болды. Ол өзіміздің осы Сәтбаев қаласының құрметті азаматы, бірнеше жыл мектеп басқарған Шабал Бейсенбекқызы апайымды айтар едім. Ол кісі біз мектепте оқып жүрген өзінде отбасымен мектепті көп араластырды. Яғни ата-аналарды мектеп өміріне араластырды. Әртүрлі ол уақытта мектептерде үйірмелер өте көп болатын. Сол үйірмелердің өзіне ата-аналардан жетекші қойып, сол балаларды әртүрлі үйірмелерге тартты. Яғни домбыра үйірмесі болды, театр үйірмесі болды. Соның көбін жүргізген жаңағы өзіміздің ата-аналар да болды іштерінде. Сонда оғысын айтатын тұғын, үштік тәрбие дейміз. Ол үштік тәрбиенің біреуі ата-ана, мектеп, бала. Әйтпесе былай айтар едім, ата-ана, мұғалім, бала. Осы үштік тәрбие бір жерде тоғысса, үлкен тәрбиелі болар. Әзіргі ата-аналарымыздың көбісі мектепке жиналысқа дегенде ғана келетін ата-аналар болады. Оның өзінде бірен-саран түсінеміз, жаңағы жұмыс істейді, көбісі еңбек етеді, сыртта жүреді, келе алмай қалады. Бірақ та ол жиналыс дегенді шақыру, мен айтарым, ол бұрынғы ескі уақытта қалған әдет. Егер баласын келешегін ойласа, ата-ана кез келген уақытта мұғаліммен келіп өзінің баласы туралы біліп отырса, баласы менің ата-анам мұғаліммен келіп жолықты ғой, біліп отырады екен ғой деп, бала да өзі бір жақсы әсер етеді. Болады ғой, біз мысалы осы кейбір ата-аналарды көрмей кететін жағдайда болады. Мектеп бітіргенше, мектеп бітіретін күні бірақ көретін ата-аналар болады. Ал осы жаңағы ата-ана, мұғалім, бала үшеуі бірігіп отыратын болса, бала білімді де болар еді, бала тәрбиелі де болар еді, бала және адал да болар еді. Бізде кейде бала үйіне басқаша айтып барады. Ата-ана оны басқаша түсінеді. Ал мен өзім тәжірибемде, мысалы, баламен, ата-анамен қосып отырып әңгімелесу. Сонда бала өтірікті айтпайды, баланың шындығы көрініп отырады да, және адал айтуға тырысады. Ол бір тәрбиеге жақсы тәрбие. Мен осы алғашқы мектепке мұғалім болып келген уақытта осы ата-аналар жиналыс өткіздім. Сонда жиналыс өткізіп отқан уақытта мен ата-анамен өткізген жоқпын, баламен қоса шақырып өткіздім. Сонда жаңағы ол жерде бір баланы жамандау емес, баланы бір жақсылау емес, біздегі жаңағы әртүрлі жиналыстың өзінің күн тәртібіндегі мәселелер бойынша ашық әңгіме жүргізіп отқанда, сонда баласының көрген жаңағы өзінің іс-әрекеттерін ата-анасы мысалы көреді. Ата-анасының қандай жағдайда екенін баласы көреді. Сонда ашықтық болады да, үш байланыс, жаңа айтып отырмын ғой, үштік біріккен уақытта біздің ол тәрбиеміз нағыз адалдыққа да, құндылыққа да жақсы негізделер еді. Жақсы, жауабыңыз үшін рахмет. Бүгін біз адалдық, еңбекқорлық, сыйластық сияқты құндылықтардың отбасынан басталатынына тағы бір мәрте көз жеткіздік. Бала тәрбиесінде мектеп пен ата-ана бір бағытта жұмыс істегенде ғана нақты нәтиже болады. Мағыналы ойларыңызбен бөліскеніңіз үшін сізге алғысымыз шексіз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Жақсы, рахмет.